Ассалаумағалейкум баршаңызға. Іштеріңізде көрермендерден сауал келіп жатыр. Болгарскийдің жапырағын алу керек деген видео салғанымда қашан алу керек, қандай алу керек деген сауалдар келіп жатыр. Сол сауалды баршаңызға түсінікті болу үшін видео істедім. Мына болгарский егілгеннен кейін сразу алынбайды, төменгі жапырақтар сразу алынбайды. Өйткені еккен көшеттеріңіз тамыр алып үспет қылу керек. Тамыр алғандан соң жапырақтарды аламыз. О тамыр алғанын қайдан білеміз? Көшет егілгеннен кейін мына жақтарда жапырақ бар деп біліңіз. Мысалы мыналар жапырақ деп білсеңіз, мен жапырағын алғанмын ғой уже. Сол жапырақтың халық тілінде қолтығы дейді ма? Осы жапырақтың ортасынан көгеріп кішкентай мынандай кішкентай шығады, көгеріп шығады. Содан білсеңіз болады. Болгарскийіңіз уже тамыры жерге жайласып көгеріп жатқаны білінеді. Сол көк шыққан бастағандан, мынандай шыққан бастағандан мына жапырақтарын алуды бастайсыз. Өйткені тамыр алмай тұрып алсаңыз, болгарскийіңіз қиналып қалады. Мына болгарскийдің екі айыры болады. Өйткені жоғары жағына қарасаңыздар, кәдімгі білініп тұрады, екі жағы шақтаған жер болады. Сол шақтаған жерінен екі жапырақ қалады. Мында көрініп тұр, көрген болсаңыздар, екі айырдан кейін екі жапырақ. Осы екі жапырақтан пәсіні бәрін аласыздар. Кейін жаңа араларыңызда айтылған, көп екі-үш адамнан жазылған, ол жапырақты алып аласыз, сол жапырақпен демалады ғой болгарский. Болмаса ол бекардан бекар көгермейді ғой дейді. Жоғары жағында жапырағы бар ғой. Бұл жапырақтың алудың себебі көшетіңіздің тамыры бақуат болады. Көшет кейінгі уражайлары, кейінгі хасылдары, көшеттің өзі бақуат болады. Дұрыс, жапырағынан демалады көшет. Бұл астындағы төменгі жапырақтар керек емес. Мысалы бітті болгарский емес, мынау помидорларды hem алынады. Помидорды hem төменгі жақтарын 1, 2, 3, 4, примерно 4-5 жапырағын алып тастаймыз. Тамыры бақуат болады, хасыл жақсырақ салады. Помидордан hem алынады, бадриңден hem алынады. Бадриңден мысалы мына енді 4 жақ 4 құлақ болған болса, бұл әлі бұдан алу керек емес. Алынады бұдан hem. Астынан 3-4 помидор сияқты 3-4 жапырағын алып тастайды. Сонда көшеттеріңіз жақсы болады. Алмасаңыздар да болады. Білмейтіндер алмайды. Алмасаңыздар да болады. Алғандарыңыз жақсы. Сіздерге видеом пайдалы болған болса, лайк басып кетіңіздер. Подписаться болуды ұмытпаңыздар. Комментарияда пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.